Қайырлы күн, күндеріңіз сәтті өтсін. Бүгін біз қысқа капустадан осындай керемет банка жабатын боламыз. Қатты ащы болмайды, лечо салатына өте ұқсас, дәмді болып шығады. Жасап көріңіздер. Міне заттарымның барлығын мясорубкадан өткізіп, майдалап турап, барлығын дайындап алдым. Бұл жерде менде 1,5 килограмм болгарский, 4 килограмм мясорубкадан өткен қызанақ, 200 грамм сұйық май, 120 грамм чеснок, 600 грамм сәбіз, барлығын турап дайындап аламыз. Ең алдымен қазанымызға 200 грамм сұйық майымызды қосып, осылай жартылай піскенше қуырып аламыз. Үстіне капустамызды салып, үздіксіз араластырып отырып қуырамыз. Асты қатты қызып тұрғандықтан капустамыз күйіп кетеді. Асты пісіп, үсті піспей сөйтіп қалады, араластырып тұрыңыздар. Енді үстіне 600 грамм сәбізімізді саламыз. Қазанды қыздырғаннан кейін пиязды 5-7 минут шамамен, капустаны 10-12 минут. Енді сәбізді 10 минуттай қуырып аламыз. Болгар бұрышын тағы да қосып 10 минуттай қуырамыз. 10 минут болгар бұрышы пісіп қалғаннан кейін үстіне бір түйір қызыл бұрышымызды қосамыз. Помидорымызды қосамыз, жақсылап араластырамыз. Енді осыны қайнатуға қоямыз. Бүлкілдеп қайнағаннан кейін 30 минут таймерге қосып, 30 минут қайнатып аламыз. Осылай қайнап алды, үстіне чеснок салып, тағы да 20 минуттай қайнатамыз. Бізде ең бастысы сәбізі, сонымен қатар болгар бұрышы пісу керек. Қартылдап жегенде қартылдап тұрмау керек. Жұмсақ болып пісу керек. Үстіне 2 ас қасық қантымызды, 2,5 ас қасық тұзымызды, 2 штук лавр бұрышын, уксусымызды, қара бұрышымызды барлығын қосып, жақсылап араластырамыз. Осы аталған қоспалардан 5 литр дайын салат шығады сізде. Өте дәмді болып шығады, жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Қысты күнге жауып алсаңыздар, қысты күні рахаттанып отырып жейсіздер. Осылай барлығын қосып қайнатамыз. Енді банкілерімізді булап аламыз. Әр банкіні қақпағын 5-10 минуттан осылай булап аламын. Әбден қайнатып, ыстықтай салаттарды банкілерге жауып, осылай төңкеріп қоямыз. Ас болсын.